Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен пицца дайындаймыз. Барлық ингредиенттердің мөлшері описанияда жазылған. Ең алдымен пиццаның тестасын дайындаймыз. Оған жылы суға тұз, қант, аштыққа сұйық май және ұнды сала отырып қамырымызды елейміз. Су міндетті түрде жылы болу қажет, сол кезде тестамыз жақсы көтеріледі. Міне біздің тестамыз дайын. Жұмсақ қылып осы елестерді кем дегенде 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоясыздар. Менің тестам 2 сағаттай жылы жерде тұрды. Міне өте жақсы көтерілген. Енді бұл тестадан бізде 3 пицца шығады. Тестамызды осылай 3 бөлікке тең етіп бөліп аласыздар. Бетіне ұн сеуіп, тестамызды жұқалатып жайып шығамыз. Пиццамыздың қалыңдығы міне осындай болады. Енді оны противенге жайғастырып, осындай бортиктер жасаймыз. Пиццаның салмасына мен сыр, тәтті бұрыш пен ащы бұрыш, помидор, колбаса және соусқа майонез бен кетчупты араластырып осылай жағасыздар. Фантазияларыңызға қарай салмасын өзгерте берсеңіздер болады. Және мен осындай орегано деген приправа қостым. Өте күшті пиццаға дәм береді. Міне енді біздің ең алдымен пиццамызға соусымызды жағып шығамыз. Осылай кезекпен ингредиенттерді бетіне салып отырасыздар. Ең соңында бетіне орегано себесіздер. 200 градуста пиццаны шамамен 15-20 минутта пісіріп аласыздар. Біздің пиццамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің тестамыз өте жұмсақ әрі өте дәмді болып келеді. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де сіздерге біздің рецептер ұнаған болса, видеомыз пайдалы болған болса, бізге лайк басып, комментарий жазып тіркелуді сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.